Сәлем достар, мен Төребаева Амина, Толағай өлкетану жасағының капитаны. Сіздермен өзіміздің кезекті экспедициямызбен бөліспекпін. Осы жолы біз Көкпекті ауданының маңында орналасқан Қаракезен тарихи мекеніне бардық. Ыңғайлырақ жайғасыңыздар, мен сіздер тарихқа толы ауылымды көруге шақырамын. Біз саяхатқа шықпас бұрын әдеттегідей жинақталып, арнаулы киімдерімізді киіп, жоспармен танысып алдық. Команда капитан ретінде топ мүшелерін тексеріп шықтым. Артынша жетекшіміз Назым апай бағыт-бағдар түсіндіріп, картадан көрсетіп, ақпараттандыру жұмыстарын жүргізді. Осылайша тамаша көңіл күймен жолға шықтық. Экспедиция шыққанда қауіпсіздік ережесін әр балаға түсіндіру аса маңызды. Бәріміз ережемен танысып алып, түрлі ойындармен сапарымыз жалғасты. Алақай, біз көздеген жерімізге жеттік. Табиғаттың қараңыздаршы. Күзде келгендіктен айнала түрлі түске боялған. Сондай керемет. Бұл жерде сөйлеудің өзі кино болып тұр ғой. Міне, біз асыққан Көкпекті ауылынан 4-5 шақырым жерде орналасқан тарихи Қаракезенге келдік. Сақ заман петроглифтерінде жабайы аңдардың, жануарлардың және адамдардың бейнелері бар. 250-ден астам сурет бар. Аспан асты мұражай деп айтуға да болатын тарихи мекен біздің заманымыздан бұрын 1-2 мың жылдыққа жатады. Топ мүшелер керек деректерді жазып алып, суретке түсіріп алды. Осындай керемет тарихи өлкеге келген біз өте қуаныштымыз. Бізге ерекше көрінген өсімдіктерді де зерттеу мақсатында жинап алдық. Кешқұрым алау жанында әндетіп, тамаша саяхат экспедициямызды аяқтап, үйімізге қайттық. Назарларыңызға рахмет. Толағай өлкетану жасағы сіздерді тарихи өлкеге Көкпекті ауылына қонаққа шақырады.